Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Осындай керемет ойын түрлерін сабақтарыңызда қолдану үшін неге WordWall платформасын қолданып көріңіздер міндетті түрде. Бұл платформада тапсырмалар жасау өте оңай және тез жасалады. Бұл жерде сіздер дайын үлгіге тек қана өзіңіздің тапсырмаларыңызды көшіріп алып келу арқылы тапсырмалар жасауға болады. Сондықтан сіздерге кеңес беремін, осы платформамен тапсырма жасап сабақтарыңызда қолдансаңыздар өте керемет. Неге егер ағылшын немесе орыс тілінде болып кетсе, онда перевести на казахский деп мышканың оң жағын басып ауыстырып алсаңыздар болады. Бұл платформада қараңыздар, сәйкестендіру тапсырмалары, викторина тапсырмаларын топтық сұрыптау, жетіспейтін сөз, тынышсыз, кездейсоқ карталар, анаграмма, қорапты ашыңыз, кроссворд, соққы, ойын, шоу викториналарын осындай тапсырмаларды жасауға болады. Бұл жерде мінекей үстінен бассаңыздар, дайын тапсырмалар бар. Осы жерден тапсырмаларды алып сабақтарыңызда қолдансаңыздар болады. Өте керемет, барлық сабақтарға арналған тапсырмалар бар. Мінекей қазір біреуін ашып көрейік. Қазір осы жерден біреуін ашып көріп, орындап көретін боламыз. Мінекей ағылшын тілінде екен. Осы жерде дайын тапсырмалар бар. Осы жерден алып оқушыларыңызға жіберсеңіздер болады, немесе QR код арқылы интерактивті орындаса болады. Мінекей мына жерде бір сөзді қою арқылы астынан былай оқушылар жаңағы жауап беретін болады. Астан осылай тексерсеңіз болады. Енді осы тапсырманы жаңағы оқушылармен бөлісу үшін астында бөлісу деген бар. Осыны басасыз, басқаннан кейін сілтемесін көшіру арқылы интернеттен көрсетуге болады, немесе QR коды бар, осыны көшіріп алып тақтаға қойып тапсырмаларды оқушылар орындаса болады. Өте керемет. Сондықтан қолданып көруге кеңес берер едім осы платформаны. Сәйкес жұптар деген бар. Бұл жерде дайын тапсырмалар бар. Осы кезге дейін жасаған мұғалімдердің тапсырмалары жасаған. Неде жұбын тап деген. Осылай орындаса оқушыларға өте қызықты. Енді қазір өзіміз жаңадан бастап көру үшін, тапсырманы новыйдан орындау үшін қазір көрсетем, қалай орындау керек, қалай жасауға болады екенін. Осы жерден дайын тапсырмаларды алып сабақтарыңызда қолдансаңыздар болады. Енді новыйдан тапсырма жасау үшін әрекет жасау деген бар. Осыған кіріп, осы жерде тақырыптарын таңдайсыз. Осы жерде қандай тапсырма жасағыңыз келеді, осының үстінен басу арқылы тапсырма жасасаңыз болады. Енді бұл жерде осы платформамен жұмыс жасау үшін міндетті түрде тіркелуіңіз керек өздеріңіздің аккаунттарыңызбен.
тіркелген кезде жаңағы осы платформамен ары қарай жұмыс жасап кете аласыздар. Мінекей бұл жерде мектебіңізді толтырсаңыз болады, сонымен қатар өзіңіздің жеке мәліметтеріңізді толтырып қойсаңыздар болады. Мінекей жаңа тапсырма орындау үшін әрекетті жасау дегенді басасыз, басқаннан кейін сізде осындай тапсырмалардың аттары шығады. Мысалға, өзіміздің сабаққа арналған бір тапсырма жасап көрейік, анаграмма жасап көрейік, например. Енді бұл жерде тақырыбын жазып қояйық. Мысалға, кез келген өзіңіздің тақырыбыңызға байланысты алсаңыз болады. Мысалы, алгоритм, есеп шығару деген сияқты. Информатика деп алайық. Енді осы жерге информатикаға қатысты сөздер жазамыз. Компьютер. Енді мына жерде анықтамалармен деген бар. Осы жерге подсказка, оқушыларға подсказка берсеңіз болады. Сурет түрінде немесе сөз түрінде жазсаңыз болады. Екінші сканер, принтер. Осылай неше сөз қоссаңыз өзіңіз білесіз. Осылай жасап, астында дайын деген кнопка бар. Соны басу арқылы жаңағы жасаған тапсырмамызды көретін боламыз. Мінекей. Старт дегенді басасыз, басқаннан кейін жаңағы жазған сөздеріміз шығады. Мінекей. Енді осыны оқушылар компьютер жаңағы интерактивті тақтада орындаса өте қызықты болады бала үшін. Сондықтан орындап көрсеңіздер болады. Окей. Осылай оқушылар орындаса өте қызықты. Енді астында неше тапсырма бар, сол көрініп тұрады. Енді егер дұрыс болса, келесі жауаптар осылай шыға береді. Бөлісу дегенді басасыз, егер оқушыларыңызға жіберу керек болса, немесе интерактивті доскаге жаңа QR кодын шығарып қою үшін, жариялау деген басаңыз, осы жерде көшіру деген бар. Осы сілтемесін жіберсеңіз болады, немесе мына жерде жаңағы QR кодын алсаңыз болады. Өте керемет, осындай тапсырмаларды, интерактивті тапсырмаларды оқушыларға көрсетіп қолдансаңыздар өте керемет, сабақтарыңыз өте күшті өтеді. Бұл балаға өте қызықты және сабағыңызда пәнге деген қызығушылық артады оқушылардың. Сондықтан қолданып көріңіздер. Осы менің ұсынған видеом сіздерге пайдалы болсын. Міндетті түрде сабақтарыңызда қолданып көріңіздер. Алдағы уақыттарда сіздермен тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Маған тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Өзіңізді мазалап жүрген сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазсаңыз болады. Және өзіңіздің әріптестеріңізбен осы менің видеомды жіберіп бөлісіп отырсаңыздар өте қуанышты болар едім.